2018 жылы Джером есімді азамат түнде үйінің ішінен біртүрлі дыбыстарды естиді. Солай бұның не екенін білу үшін үйінің шатырына камера орнатады. Оның камерадан көрген нәрсесі барлық адамды қорқытқан еді. Барлықтарыңызға сәлем. Видеомыз басталмастан бұрын лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Ендеше сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Джером Кеннедидің үйінде болған сұмдық оқиға туралы қысқаша баяндап береміз. Джером және Эшли Кеннеди туралы 2018 жылға дейін ешкім білмейтін. Жалпы бұл жұптың бұған дейінгі өмірі бүгінгі оқиғаға қатысы жоқ. 2018 жыл. Жас ата-ана өздерінің Питтсбургтегі 2 қабатты баспаналарында ғұмыр кешіп жатыр еді. Эшли сәбиін қарап, күні бойы үйде. Ал Джеромның жұмысы оны көп шақыра бермегендіктен, ол да көп бөлігін үйде өткізетін. Олар материалдық тұрғыдан да қиындық көріп жатқан жоқ еді. Бірақ бір күні өздерінің тұрып жатқан үйлері өздерін қорқыта бастады. Бір түні Джером үйінен тысырлаған дыбысты естиді. Жалпы Джером, Эшли және олардың сәбиі бір бөлмеде ұйықтайтын. Алғашында Джером ол дыбысты сәбиі шығарып жатқан шығар деп ойлайды. Бірақ одан кейін дыбыс шатырдан шығып жатқанын түсінеді. Кеннедидің үйінің шатыры аса қатты үлкен емес. Басқа үйлердікіндей 3 бұрышты формада. Осыған байланысты ма, Джером мен Эшли ол жаққа қажет емес заттарды шығарып тастау деген секілді мақсаттарға шатырын қолданбайтын. Джером шыққан дыбысқа бірінші күні қатты мән бере қоймайды. Бірақ бұл жағдай күн сайын қайталана бастаған соң алаңдай бастайды. Оның тек бір ғана болжамы болды. Бұны жасап жүрген қандайда бір жануарлар. Сондықтан кеміргіштерден құтылу мақсатында у сатып алып сеуіп тастайды. Бірақ бұл да өз көмегін тигізе алмайды. Күн сайын дыбыс шыға беріп, отбасы уже бұл дыбысқа үйреніп қалады. Тіпті мүлде мән бермейтін дәрежеге жетті. Жай ғана дыбысты есту жақсы ғой. Джером шатырынан біртүрлі нәрселерді көретін де болды. Бір түні ол кісі әдеттегі шудан оянып кетеді. Солай желдету терезесінен бір жыпылықтаған бейнені көреді. Терезе тормен жабылғандықтан бейне нақты көрінбеген. Мұнадан соң Джером нақты іске көшуге кірісті. Торды шешіп, шатырда не болып жатқанын қарап, бұлай жат нәрсені байқамайды. Бірақ Джером бұл жағдайға қол қусырып қарап отырғысы келмеді. Бір сәт паранормальды нәрселерге де сенді. Не дегенмен, бұның бір логикалық тұрғыдан шешімі болу керек қой деп те ойлады. Сол уақытта оның 70 жасар көршісі Роберт Хавриланың үйінде жөндеу жұмыстары болып жатыр екен. Шынымен көршісінің үйі жақсы жағдайда болды деп айта алмаймыз. Джером жағдайды көршісіне айтса, ол ештеңе естімейтінін жеткізеді. Бәлкім бұл дыбыстар көршісінің де үйінен шығатын болар. Тек үй иесі қалың ұйқыда жатады. Роберт бұны кеміргіштер немесе қатты желдің әсерінен болып жатқан шығар деп ойлайды. Солай болғанның өзінде Джером бұған нақты көз жеткізу қажет еді. Сол кезде оның басына керемет ой келеді. Түнде шатырға камера орнатады. Сол түні бір қызығы Джером ешқандай дыбыс естімейді. Ертеңіне, ештеңе болмаған шығар деп жазбаны өткізіп көреді. Бірақ сол түні камераға Джеромды мазалап жүрген сұрақтың жауабы табылған еді. Оны көрген Джером шок болады. Камера не түсірді десеңіздер, міне куә болыңыздар. Камерадағы видеодан Джером адам денесін көреді. Ал оның қолында дрель мен фонарик бар. Ол шатырдан кішкене бөлікті тесіп, Джеромның баласы жатқан төсекті қарап отырады екен. Солай 1 сағат бақылап кетіп қалады. Видеоны соңына дейін көріп, Джером ол кісі көршісі Роберт Хаврила екенін анықтайды.
Роберт бұл отбасыға ешқандай қауіп әкелмесе де, қандай қорқынышты десеңізші. Мысалы, сіз ұйықтап жатқанда біреу күнде жасырын бақылап тұрса, көршісі осылай 2 ай бойы бақылаған екен. Сонда оның қандай мақсаты болды? Күнде олай қарағаннан не пайда? Сол күні Джером полицияға шағымданады. Жалпы оның көршісі мен үйін тек бір ғана қабырға бөліп тұрған еді. Шатырды егжей-тегжейлі зерттей келе, Роберт шатырдағы Джероммен арасын бөліп тұрған бөлікті кесіп тастағаны анықталды. Оған қоса бір бөлмедегі қабырғадан кішкентай бірнеше тесік жасаған. Осыны білгеннен соң Джером көршісінің қашаннан бері бұлай бақылап жүргенін нақты біле алмайды. Былай қарасақ, бұл сәби туылғаннан бастаған секілді. Нәтижесінде Роберт Хаврилла қамауға алынады. Адвокаты бұл кездейсоқ орын алған оқиға, Роберт жөндеу жұмыстарын жасап жатып, байқамай қалған деп ақтауға тырысады. Бірақ сот бұған сене қоймайды. Осылай Роберт Хаврилланы бөтен үйге рұқсатсыз кірдің деген айыппен 5 жылға бас бостандығынан айырады. Бұл шешім Джеромның отбасын қатты қуанта қойды деп айта алмаймыз. 5 жыл әнемне дегенше өте шығады. Ал отбасы болса, әлі күнге дейін осы үйде өмір сүріп жатыр екен. Осылайша видеомыз аяқталды. Бұл оқиғада аса қатты бір нәрсе орын ала қоймады. Бірақ Роберт Хаврилланың ойында не болғанын біз білмейміз. Бұл оқиға бұдан да сұмдық аяқталуы мүмкін еді. Видеоға лайк басып, арнамызға тіркелу арқылы бізді қолдап кетіңіздер. Бізде осымен осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QR ұжымы келесі видеоларда кездескенше.